Осы бар ғой, біз қандай көшеде келе жатырмыз? Байзақова. Байзақова. Айжан Байзақова. Жоқ, а если шын? Жоқ, Байзақова дегенде мен атынан есіме сол түсті. Байзақова. Мне кажется, елдің бәрі ойлайтын сияқты ма? Айжан атынан деп па? Бірақ Айжанның қайда, Байзақов қайда? Вообще Байзақов. Негізі фамилия Байзақов болған соң, атын білмеймін, может. Жамбыл Байзақов шығар. Осы жерде негізі мен бірінші жауап беремін ғой. Мен жауап беремін ғой. О, енді алтын белгім деп қоймайды. На топашла менде қызыл белгім, просто алтын арасы. Оққандар ғой. Қалған белгі ғой. Оққандар ғой. Көк. Давай. Жоқ, просто отказ беріп қойғам, сол үшін андай. Короче, тихо. Мә, сөз бөтседі ғой. Соны айтам. Біздің көрермендердің көбісі білмеуі мүмкін, но білуі де мүмкін. Біз білетінбіз, бірақ ұмытып қалғанбыз да. Сондықтан көшеде өтіп бара жатқан адамдардан осы туралы білейік деп шештік. Яғни ол адамдарға да пайдалы, бізге де пайдалы эксперимент болады. Көрермендер енді көреді ғой. Адамдарға ғой бірінші очередь, сосын бізге, сосын көрермендерге дейсің да. Жоқ, өтірік айтамын, бірінші очередь көрермендерге, потом бізге, потом Вот. Короче, бірінші остановкамыз мына жерде. Бізде 3 остановка болады, короче. Былай бүйтіп кетерсіз. Бүйтесіз. Сұрақ дегенде, біз қай көшеде тұрмыз? Байзақова. Байзақова. Аты, негізі аты білесің ау да? Жоқ, Байзақов дегенде ол фамилиясы. Дұрыс қой? Фамилиясы. Ахмет Байзақов. Ахмет Байтұрсынов ол. Атын білмеймін. Негізі атын білмейсіз, ja? Иса Байзақов. Иса Байзақова. Ол кісі қандай тұлға болып келеді, білесіз ба? Білмей оқымадым. Бұл Иса Байзақов деген көше. Ол біздің қазақтың қоғам қайраткері. Біздің қазақтың бұрынғы әншісі. Ол, кажется, композитор болған, если не ошибаюсь. Қазақтың композиторы СССР кезінде. Өлеңдер естімедім, но естігем. Мұхтар Әуезов театр бар емес па? Вот соның негізін қалаған біреу. Соны біліп жүресіз деген ойдамын. Болды, рахмет жігіттер. Жақсы. Жолыңыз болсын. Бір-екі сұрақ қойсам болады ма? Біз қазір қандай көшеде орналасқанбыз? Это Муратбаева. Муратбаева. А как Мынау Джамбула. Ага. А Муратбаевтың есімі кім болады? Гани Муратбаев. Ага. А ол кім? Писатель. Да? А какие его А произведения зачем вы это? знаете? Нет, мы Знаю, просто где это. опрос Если- проводим, жители знают ли или нет? Знаю. Знаете, да? Жалпы Муратбаев деген адам туралы білесің ба? Есімі кім? Иә, Муратбаев деген аты кім? Муратбаев. Ғани Муратбаев, иә? Ол кім жалпы? Қазақстанға қандай еңбегі бар? Істеген жұмысы бар, шығар мүмкін. Білесің ба? Жарайды, рахмет. Саламатсыздар ма? Сіздерге бір-екі сұрақ қойсам болады ма? Мынау қандай көше? Қазір қандай көшеде орналасқанбыз? Муратбаева. Муратбаева. Муратбаевтың есімі кім болып келеді? Ғани. Ғани Муратбаев. Ол кім? Революционер. Ау? Революционер. Аха. Ол туралы не білесіз одан басқа? Кешірім, білмеймін. Сіз ше? Ұмытып қалдық қой. Жарайды, рахмет. Саламатсыз ба? Сізге сұрақ қойсам болады ма?
Біз қазір қандай көшеде Обязательно на орналасқанбыз? русском или на казахском отвечать? Я просто русскоязычная. Можете на русском Давай тогда отвечать. на русском. Уже пишешь, да? Да. На какой улице мы находимся? Это улица Муратбаева. Будешь спрашивать, кто это? Да. Не знаю. А имя знаете? Ай, знала же я. Адиль Муратбаев, да? А, да? Адель, да? Там он там написано. Гани Муратбаев. А, Гани Муратбаев. Да. Спасибо большое. Біз қазір қандай көшеде орналасқанбыз? Ну, Мұратбаева, мынау Жамбула. Мұратбаев деген адамның есімі кім болады? Білмеймін. Несі. Ол кісі жайлы жалпы не білесіз? Мен де білмеймін. Несі. Жарайды, рахмет. Бұл жағдайда жалғыз жол қайта ұшып бара алмағасын өткен күндеріңнен уайымдаудың өзі бос ескі қысқы болшы қош. Мынау қандай көше? Ма? Иә. Сәбит Мұханов көшесі. Мұқан. Ол кісі кім? Ол кісі ма? Тарихта қалған ғой. Ау? Тарихта қалмаған емес пе? Тарихта қалмаған? Ойбай, тарихта қалған деген ма точно. Иә, енді қандай несімен тарихта қалған? Эй, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі жара бара бар шетелдейді, как будто шетелдейді. Эй, бері қара Қандай бұл көшесіз? Мұқанов? Мұқанова? Ол кісі кім? Аты кім ол кісінің? Білмеймін, танымаймын. Танымайсыз ба? Жоқ. Рахмет. Мұқанова көшесі. Мұқанова. Ол кісінің аты кім? Жазушы ғой. Аты кім? Мұқанова. Сәбит Мұқанов. Жазушы дейсіз ба? Қандай өлеңдерін білесіз? Мен оны айта алмаймын. Жалпы несімен танисыз ол кісіні? Иә, есіммен. Оқытам кезінде. Оқыдыңыз ба білемін осы алғанда. Несімен есте қалған қазақта қандай өзіңіздің есіңізде несімен? Мен рұқсат болса асығып тұр едім театр рұқсат. Рахмет. Haydi. Кешіріңіздер, сөйлемейсіздер ме? Бір минут уақыттарыңыз бар ма? Сұрақ қойсақ. Пожалуйста, оңай сұрақтар. Вы поможете взять? Да, осы оңай ғана сұрақтар, иә? На русском можно будет отвечать? Да, понимаю. Ну, не сильно, но... Қандай көше? Муканов? Мұқанов, иә? Ол аты кім ол кісінің? О, Орша Волны. Иә. Ну, честно, я сейчас плохо... Нет, Сабит Муканов. Я... Блин, не помню, честно. Кешіріңіздер, сөйлемейсіздер ме? Бір минут уақыттарыңыз бар ма? Сұрақ қойсақ. Сіздер өтіп бара жатқан қандай көше? Білмеймін. Я білмеймін ачық. Сіз де білмейсіз ба? Алматы емес хорошо. Мынау қандай көше? Білмеймін өзімді. Жарайды. Мұқанов деген көше, иә? Предпосылка берейін. Ол Мұқанов деген аты кім? Білмеймін. Ол мысалы танымайсың ба? Сәбит Мұқанов деген кісіні? Жоқ, танымаймын. Жақсы, рахмет. Көрермендер, өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің өзіміздің өз қаланың тұрғындарынан Сәбит Мұқанов туралы бірер мәліметтер сұрап едік, алайда білмейтіндерін айтқысы, білдіргісі келмеді ме, әлде ұялды ма? Өздерін шымкенттікпіз немесе семейлікпіз деп ақталып, қаша жөнелген сәттер өте жиі болды. Бірақ та әрине білмейді емес, білген адамдарға да рахмет. Тарихты біліп жүрейік. Алматы ең алғашқы махаббатым, шығарған дін Мұхаммед атаматын, шашатын шартарапқа шапағатын, ару қала